Достар, бәріне сәлем. Менің есімім Ақжолтай болады. Мен фронтенд әзірлеушімін, фронтенд разработчик. Сіздер менің ең бірінші жасап жатқан скринкастыма келдіңіздер. Скринкаст деген ол мен ешқандай дайындықсыз өзімнің экраным түсіріп бір программа жазамын. Және жасап жатқан кезде сіздерге не жасап жатқанымды, қалай жасап жатқанымды бәрін түсіндіріп отыратын боламын. Сонымен бүгін жасайтын бағдарлама ол калькулятор, қарапайым калькулятор жасаймыз. Және мен осындай 4 өзіме керекті істерді жазып қойдым. Біріншісі ең қарапайым базовый функцияларды жасаймыз: қосу, азайту, бөлу, көбейту. Және бұдан 0-шы элемент бар, верстка жасау деген, ол енді кішкене ең қарапайым болатын болады. Және екіншісі ол историяны көрсетемін мен, бірақ әзірге мен список бірнеше историяны көрсетемін, соңғы ғана операцияларды көрсететін боламын. Және оны localhost'та сақтаймын, және оны өшіруге болатын деген функционал қосамын. Сонымен менде қазір ештеңе жоқ, HTML ғана бар, мына жерде h1, және оған скрипт қосып қойдым. Скриптада ештеңе жоқ. Мына жерге енді мен ең бірінші жасайтын ол input әрине. Inputта мен бір сан қоямын. Сан, input бізде әрине number болу керек, типі number болу керек. Name міндетті емес. Бұл жерде inputты жабам. Одан кейін бізде кнопкалар болады, плюс қосу, азайту, бөлу дегендер. Оларда баттон бола берсін. Так, баттон емес, давайте олар input болсын, және типі баттон болсын. Так, бұл жерде value қосу бола салады. Так, төртеу бар бізде: азайту, көбейту және бөлу. Және ең соңында теңдік деген оператор бар. Теңдік деген оператор бар, оны да ұмытпайық. Бұның бәрін енді JavaScript'те form деген нәрсе бар. Form деген тегті қолдануымыз керек. Form бұл осындай қолданушы бірдеңе жазатын болса, бірдеңе таңдайтын болса, осындай кезде форманы жасайтын боласыздар. Бұл қолданушымен әрекет, одан ақпарат алу. Енді біз JavaScript-пен HTML-ді қосу үшін көп жағдайда біз ID-ді қолданамыз. ID-ді бере салайық. Form 1 деп қоя салайын. Жаққа кез келген нәрсе жазуға болады, әрине. ID класс деген сияқты. Әзірге осыны дайындап қойайын. Енді міне бізде осындай операторлар бар. Ешқандай дизайн жасамаймын. Барлығы өздеріңізде по умолчанию әдеттегідей бола береді. Енді менде ары қарай JavaScript-те не қосуым керек? Енді мынаны бүйтіп жаза аламын қазір сандарды. Одан кейін плюс бассам, мына жақта ештеңе өзгермейді, ештеңе басылмайды. Қараңыздар, мен қазір былай болу керек. Егер плюсті басатын болсам, мына сан сақталу керек бір жерде JavaScript-те, және мына жер өшіп қалу керек. Мен екінші сан жазамын. Қосып отырмын ғой. Одан кейін барып теңді басам, сол кезде қорытынды мына төменгі жерге шығу керек, немесе консольға шығарып көрейін. Осыны істеп көрейік қазір. Енді қараңыздар, бізде форумдар болған кезде оны submit, яғни оны жұмыс ететін кнопкалар болады. Мысалы, мынау бізде давайте бітек мынаны input жасамайық, бұны баттон қылайық. Теңді баттон қылайық. Себебі ол бір әрекет орындайтын кнопка болсын. Так, submit дейік. Бұның типі submit болады. Баттындардың типтері болады. Баттон, submit, екі тип. Егер баттон деп жазсаңыздар, ол мына форманың өзінің әрекеті бар, action деген. Формада бір нәрселерді жазып, submit деген кнопканы басқан кезде, ол форма бүкіл ақпаратын алып, мына жаққа ары қарай біздің JavaScript-ке орындалады. То есть бір функцияны орындайды. Немесе мына битті жаңартып жібереді деген сияқты. Бұл енді бұрын PHP басқа программаларды қолданған кезде битті жаңартып жібереді. Ал бізде JavaScript болғандықтан біз оны жаңартпаймыз, тек қана әзірге submit деп қойық. Так, енді ештеңе өзгермейді мына жерде, себебі біз
мына inputты бағана button деп алдық типін, енді біз submit қылып тастадық, еще button қолдандық. Окей, мына жерде енді біз білуіміз керек қой, мына input жоқ, мына жерде функция форма submit жасалғанын білуіміз керек. Сондықтан біз документке қараймыз әрқашан. Документ JavaScript пен HTML байланыстыру үшін документті қолданамыз көп жағдайда. Документ енді at event listener деген жазатын болсақ, бұл мына документке құлақ түреміз деген сөз. Listener деген құлақ түреміз деген сөз. Қандай жағдайда? Submit жасалған кезде. Submit. Бұлай да істеуге болады, бірақ давайте бүйтейік. Қай документте емес, жалпы біз форманы естуіміз керек қой, форма submit жасалған кезде деп. Яғни біз let form деп жазамыз. Бір жаңа айнымалы қосып отырмын, және документтің ішінен, HTML документтің ішінен get element by ID деген функциямен мен форманың өзін аламын. Бізде ID-дің аты form 1 болатын, естеріңізде болса, ID form 1. Осы арқылы біз форманы алатын боламыз. Add event listener пока әзірге қарамай қойық. Біз форманы көріп алайық, біз дұрыс алып отырмыз ба деген. Get element by ID жаңартам, бізде форманы алып тұр. Өте бәрі жақсы. Біз қараңыздар, битнан барсақ, HTML-да не тұр, соны көрсетіп тұр бізде. Енді осыған біз енді осы формаға listener қоямыз. Submit деген. Submit болған жағдайда, яғни мына кнопка басылған жағдайда деген сөз. Type submit. Осы басылған жағдайда осы бір функцияны шақыр дейміз. Мына жерде функция қоя аламыз. Мына жаққа бір функция жасайық, ол не істейді? Ол бізге, яғни қосу керек, или result көрсету керек. Ол енді show result деп кішкене бізге түсініктірек қылып жазып көрейік. Show result деген функцияны енді астыға жасай салайын. Function show result. Show result осылай болады. Енді осы жерге консольді просто шығара салайық. Этап-этаппен жасап көрейік. Бұл жерге form submitted деп жазып қойық. Консоль форманы енді шығармай қойым. Тек мына функцияны шақыратын боламын. Form is not defined дейді. Неше келдік? 10. From бүгіттің form. Ақтайым. Жаңарттам. Дейінді басып көрейік. Бірдеңе болып отыр, қараңыздар. Жаздым, консольда байқап қалсаңыздар, бірдеңе шығатты, и резко жоқ болып кетеді. То есть біздің бет на страница жаңарып кетеді. Жаңарып кетіп отыр. Жаңарып кеткенін тоқтату үшін біз оған айтуымыз керек, мына жерде тоқта деп. Бұл жерден тоқтап қал деп. Негізі мына add event listener мына функцияны шақырған кезде оған event деген оған тағы бір параметр жібереді. То есть мына жерде бір параметріміз бар біздің event деген. Үшім қараңыздар, мына жақта event шығарам. Жалпы eventте мынандай нәрсе бар. Prevent default деген бар. Prevent default. Prevent default деген қазір мына жерде не болып отыр? Біз мына теңді басқан кезде submit жасалады да форма. Форма мына страницаны жаңартып жібереді. Сонда жаңартып жіберетіндіктен біз оған жаңартпа деп айтуымыз керек. То есть по дефолту жұмысты істеме деген сөз. То есть мына жерде мына функцияға кіреді да жаңартып жібереді. Біз ол функцияға кірген кезде біз оны тоқтатуымыз керек. Event аламыз да prevent default деген мен тоқтатамын. Сол арқылы тоқтатамыз. Көрейік. Қараңыздар, қанша рет басып отырмын, жаңарып жатқан жоқ страница. Менде мына консолім шығып жатыр. Консолімде form submit және біздің submit event деген осындай объект шығып жатыр. Енді бізге event қазір керек емес. Event-тің орнына мен енді не істеймін? Мына результат шығарым керек қой. Бірақ мен результат шығару үшін менде әлі екі сан жоқ. Екі санды мен қайдан аламын? Екі санды, міне қараңыздар, бүйтіп бір сан жазам, сосын плюс, минус, төртеуін біреуін басқан кезде мен оны сақтап отыруым керек.
бір рет сақтаймын, екіншісінде мына тең деген кезде мен мына инпуттың мәнін аламын да осы консольда екеуін қосып шығарамын. Так, міне қандай не басқанын да білуім керек тіпті. Қандай операция, иә. Мына төртеуін енді басқан кезде оларға давайте тоже event listener қояйық. Оларға event listener қоюға болады, немесе onClick деген функцияны. Қараңыздар, мынандай нәрсе. Мен жаңа не істедім? Event listener қойдым форма, иә. Енді мен мына инпуттарға да event listener клик деп жасауға болады. Мен бірақ оларға былай onClick бере салдым. Екі жақта да болады. Мына жақта полный жазып шығуға болады, мына жаққа да жазуға болады. Ешқандай айырмашылығы ондай көп көріп тұрған жоқпын. Және екеуі де өмір сүруге құқылы. Мына жерде қараңыздар, click operation басып жатырмын, иә. Бәріне бірдей функция қойдым, бірақ оларды ажырату үшін мен параметр беремін. Мына жерде плюс болу керек, мына жерде минус болу керек, мына жерде көбейту болу керек, иә. Мына жақта және бөлу. Так, click operation. Так. И мына жерде type дей салайық. Type деген параметр болсын. Енді type бар бізде, сосын басылған кезде мына жердегі санды біз көруіміз керек, тексеруіміз керек, иә. Ол үшін, яғни мына біз инпутты білуіміз керек қой. Білу үшін көп жағдайда яғни ID-ді қолданамыз. Значит, ID-ге number деп қоя салайын. Number басқа да атауға болады әрине. Біз number дей салсам маған ыңғайлы болып тұр. Енді бұл жерде document get element by ID-ді қолданамын. Бізде ол number. Бұл бізде input. Давайте inputты осы жерден шығарып көрейін. Operation деп қойдым, сақтадым. Мына жақта сан жазам, қандай да бар. Плюс жазып көрем. Operation шығып тұр. Минус басам, көбейту жазам. Бәрінде бірдей шығып тұр. Бірақ бізде қараңыздар, inputның HTML-ын шығармау керек қой, бізге оның мағынасын, то есть value-ын табу керек, иә. Значит, бізде просто value деп жазсауға болады үшін. Сондай нәрсе бар. Жаңартам. Мына жаққа сан жазам, плюс жазам. 232. Қайсын басам да сол 232 шығып жатыр. Так, минус жасам да болады әрине, ол да шығатын болады. 0 шығады, тіпті өшіріп тастасам, ол undefined емес, бос орын шығады екен. Бос орын шығып жатыр. Бұл value бізде типін қарай салайық, давайте. Type of, ол number ма? Type of. Жоқ, number емес па? Так, string болып шығады екен. Сан жазатын болсам. Ол да string болып шығады екен. Жалпы мен мына жерде, значит, value-ны табу үшін оны number-ға айландыруымыз керек. Const number дей салайық. Так, input нүкте value. И алдына плюс қоя салам. Менде уже сан бар. Сан шығардым. Енді мен операцияны так не істеуім керек. Так, операцияны басқан кезде инпуттың несін босатуым керек. Екінші сан жазуға мүмкіндік беруім керек. Мынау бізде нам бірінші сан, нам 1 ғой енді. Нам бірінші сан. Енді мен басқан кезде анан инпутты босатуым керек. Так, input так, inner HTML шығар. Мында көрейік, value-ды бос қылып. Солай істеуге бола ма екен? Так, мынау уже керек емес. Сақтаймын. Жаңартам. Так, сан жаздым, плюс жасам. Істеуге болатын сияқты, ешқандай қате көріп тұрған жоқпын. Қараңыздар, number бар, менде уже value-ды неттім. Енді екінші сан жазам да, енді теңді басуым керек қой. Теңді басқан кезде мен так, міне prevent default осы жерде мен инпутты қайта көруім керек, қайта инпуттың value-ын көруім керек. Ол, конечно, уже нам 2. Нам 2-ні консольда шығарып көрем. Консоль нам 2. Мына жерде нам 1 еді ғой. И еще операцияны көруім керек, мен. Операцияны type. Так, сақтаймын, жаңартам. 12 плюс 32. Тек 12 плюс шығып тұр менде, теңді басам, 32 шығып тұр. Бәрі менде ақпарат бәрі бар. Енді екеуін қосуым керек, қосып результатты көрсетуім керек. Бүйтейік, тағы бір функция жасай салайық мына жерге. Бұл тек операция жасайды. То есть екі санды алады. Операция, бір операция бар, екі сан бар, сол екеуін қосып көбейтіп шығады.
basic function, так, make operation деп жасайық. Operation. Make operation дейік. Енді бізде екеуі сан ғой. Number мен, так, n1 мен n2 дей салайын. Сосын operation op дей саламын. Қараңыздар, мен неге num1 деп жазбадым? Себебі num1 мына жерде бар, уже num2, num1. Мен мына жақта num1 деп тағы жазатын болсам, кішкене шатасып қалуы мүмкін. Себебі әрқайсының ішінде өзінің айнымалылары бар. Так, num1 мен num2 ол бізде, n1 мен n2 ол бізде сандар, Operation ол string. Міне нақты плюс деп тұрған, ол string. Яғни екеуін мен сол екеуінің арасына сол операцияны қойым керек. Енді былай қойсам болмайды, қараңыздар. n1 плюс емес op, n2 десем, екеуін қоссам string болып кетеді менде. Себебі operation ол string. Екеуіне былай мен орындай алмаймын. Сондықтан менде былай болу керек, қараңыздар. Операцияға байланысты switch қойым керек. Switch осындай кездерде өте жақсы көмектесетін болады. If-тан қарағанда switch. Operation case егер ол плюс болатын болса, онда return мен сразу операцияның мағынасын жауабын жіберем. n1 плюс n2 деймін. Операциялардың бәрін жазып шықтым. Жауаптарын қайтарам. Make operation өзінің шаруасын жақсы орындайды деп ойлаймын. Енді make operation'ды қай кезде қолданамын? Мен show result'ты басқаннан кейін, теңдікті басқаннан кейін make operation'ды осы жерде шақырым керек. Make operation шақырам, num1-ді осы жерге жіберім керек. Бірақ num1 бізде ол функцияда қалып, дұрыс па? Click operation осы жерде ғана, сол жерде ғана қалған айнымалы. Біздің тип та сол жерде тұр. Енді екеуін мен мына жақта қолдану үшін не істеймін? Әрине ол жерде мен екеуіне ортақ глобальный, екеуіне ортақ айнымалын қолдану керек. Яғни мына жоғары жаққа шығарып керек. Жоғары жақта мен let num1-ді қолданам. Оларды білмеймін ғой мен әлі қандай екен. Let num2 керек емес. Let type, operation type. Type дей салайықшы, қысқа болу үшін. Енді num1, num2, яғни мына жерде уже const емес, просто num, Енді типті типқа теңестірем. Қараңыздар, тип, так, не істеймін? Мына жерде типті былай жазбаймын. Тип, так, operation type деп жазайыншы. Operation. Operation деп жазса, өте ұзақ болып кетпес үшін. Так, operation'ды енді типқа теңестіріп қоям. Менде num1 бар, operation бар, екеуі де бар. Екеуін мына жақта уже оп-оңай қолдана аламын. num2-ні жіберем және операцияны жіберем, Operation. num2 мына жақтан шықты. Істедім, make operation'нан бір қандай да бір жауап келеді. Яғни const, summa, или result осыған тең. Осыны консольда шығарып қойын. Console log result. Так, жаңартам. Біз 12 плюс 23 қосайық. Тең басам. 35 шықты. Өте жақсы шықты. Давайте енді қараңыздар. Мен дальше жалғастыра аламын. Тең бастым ғой. Мен енді минус басатын болсам, мына жақта тұрған ғана input алатын болады ғой. Так, минус 23-ті таңдады. Арай 12-ні алайын. 35, окей. Көбейту, 12-ке енді 2-ні көбейтем, кеттік. 24. Бәрі істейді, бөлу, там 12 тең 0,66 дейді. Так, окей. Бізде бәрі жақсы істеп тұр. Енді мен оны мына жаққа шығару керек астына. Астына шығару үшін мен мына жаққа бір қандай да бір элемент қойым керек. Теңнен кейін мен бір қандай p деген қоя салайық. P оған енді ID бере салайын. Енді классты да қолдануға болады, бірақ ID мен өте жылдам да. ID мысалы result деп қоя салайын. Result. Так, енді resultқа жазуым керек. Ол үшін мен document get element by ID-ді қолданам. Так, result. Жақта result болады.
Енді result деген қараңыздар, бұл уже айнымалы, бірақ ол HTML айнымалы. Сондықтан ода басқа функциялар бар. Inner HTML деген бар. Inner HTML деген, енді бұның бәрін неден қарайсыздар? Документациядан қарайсыздар. Inner HTML ол осы параграфтың ішіндегі HTML-ге жауап береді. Ішіне какой-то бір HTML жасалады. Жаңартам, кеттік 12. Бірақ inner HTML-іміз істемейді, себебі мына жақта қате жазған сияқты. Енді көрейікші. Undefined шығып тұр. 23 плюс 43 кеттік 66 шығып тұр. Бәрі жақсы жұмыс істеп тұр. Енді қараңыздар, кішкене кодтарымызды дұрыстап қойық. Бір керек нәрсені істедім. Қараңыздар, basic operation, оны істедік. Бұл жерде енді тағы бір кодты бір қарап шығайық та, керек емес нәрселерді жөндеп шығайық. Одан кейін барып келесіге көшеміз. Қараңыздар, менде өзгермейтін нәрсенің бәрі const болу керек, дұрыс па? Значит, форма ешқашан өзгермейтіндігін оған const береміз. Number бірмен operation өзгереді. Мына жақта тағы не бар? Let input ол әрине өзгермейді. Қараңыздар, еще мен inputты бірнеше рет қайталанған. Бірнеше рет қайталаса, мен оны бір рет қоя аламын, бір рет қана қоя аламын. Себебі ол өзгермейді. В общем, get element by ID-дің бәрін былай қарай шығарып тастауға болады, жоғары жаққа қарай. Кодтарыңызда әрқашан жоғары жақта ол ортақ, бәріне ортақ айнымалылар тұру керек. Мысалы, number мына жақта тұрмау керек былай. Кішкене дұрыс емес бір жағынан, екінші жағынан әдемі көрінбейді, дұрыс оқылмайды. Так, сосын let, так, тағы result. Result та ол const, еще ол документ get element by ID, оны да жоғары шығарып тастақ болады. Сосын қараңыздар, бүйтейік. Бізде айнымалылар екі түрлі ғой. Мысалы, біреуі get element by ID мен алынған, яғни нелер HTML элементтер, соған ссылка жасайды. Ал мына айнымалыларымыз ол number болуы мүмкін, string болуы мүмкін. Сондықтан мына жерге элемент деген бір нәрсе қосу керек. Мысалы, L деп қоссақ болады. L деп қоссақ, яғни форманың бәріне L дегенді қосу керек. Басқа форма жоқ. Inputқа L-ді қосамыз, значит, мына жақта inpuттарды қолданған жерде L-ді қолданамыз. Так, L. Мына жақта тағы бір input бар, L. Одан кейін result L. Result L-ді бір рет қана қолдандық. L. Еще шығарғанда қолданып, біз оны алып тастайық, ол керек емес бізге уже. Сосын консольдарды мейлінше аз қолданған. Негізі консольдің бәрін алып тастаймыз. Өте қатты керек жағдайда ғана қолданамыз. Еще дебаг жасап жатқан кезде қолданамыз. Так, функцияларды қате ешқандай көріп тұрған жоқпын. Біздің switch'іміз вообще күшті жұмыс істейді. Так, number, так, make operation шақырып жатырмыз, result шығарып. Кодты осылай әдемілеп қойдық. Енді біз бір тексеріп тұрамыз, себебі мына жақта бірдеңелерді дұрыс емес жазып қалуымыз мүмкін. Тағы бір тест жасап шығамыз. Әрине бізде бір қате кетіп болды. 40 input L. Осындай біз ескермей қалған, көрмей қалған жағдайлар болады. Сол кезде тест өте қатты керек болады. Так, тең 457 дейді. 23 азайтылған. 12. Так, бірдеңе дұрыс емес, қараңыздар, 23-тен 12-ні азайттым, 12 шығып тұр, почему-то. Неге 23-тен 12-ні азайтқанда 12 шығып тұр? Так, тексеріп көрейік. Мына жақта плюс қойып қойыппыз ғой. Жаңартып көрейік. Бізде кішкене сондай қателер кетіп қалуы мүмкін. Азайтылған 12. 11. Бәсе, мына жаққа дұрыс емес шығып тұр екен ғой. Так, енді көбейтілген. Ладно, 3 кеттік, 36 шығу керек. Жоқ, енді дұрыс болды. Мына жақта плюс қойып қойыппыз. Келесі этабымызға көшейік. Ол бізде историяны көрсету. Яғни біз операция жасадық. Оны енді біз мына жаққа астына көрсетіп қоймыз керек. Мысалы, жаңа не болды, ең соңғысы 12 көбейтілген 3 болды. Соны мына жаққа бет әдемі көрсету керек болған едік. Біз шоу результатта ғана көрсете саламыз. То есть результаттан бөлек мына жаққа история деген пн жасап қойық. Пның орнына div кез келген нәрсе қоя керек. Просто маған
п жеткілікті болып тұр қазір. History дей салайық. История. Бұл жерге историяға енді историяда көрсету үшін тағы бір функция жасайық. Себебі әрбір функцияда өзінің әрекетін ғана жасау керек. Так, функцияларды ретсіз қоя беруге болады. Бірақ мен көбінесе андай қосымша көмекші функцияларды, мысалы make operation деген көмекші функция, ал show operation мен click operation өте маңызды функциялар. Бұлар негізгі функциялар, мен оларды ең соңына жазамын. Ал үсті жағына тек қосымша функцияларды жазамын. Қосымша функция әрине show history. Show history бізде show history не істейді? Так, num2-ні бізге глобальный қылу керек қой. Значит, сақтау үшін дұрыс па? Бұны да енді глобальный қыла салайық. Бірден қай жеркем? Show history'ден енді жазайым тағы да history деп жазам. Бұл енді history элемент болады. History элемент. History элементке inner HTML бере салам. Inner HTML тең так, бірінші number 1 кетеді, сосын operation кетеді, одан кейін num2 кетеді, сосын тең бізде result. Result'ты көрсетуіміз керек, бірақ result'ты қайдан аламыз? Result'ты неден алғанымыз дұрыс болады. Глобальный керек емес, оны мына жақтан алсақ параметр ретінде result'ты қоя саламыз. Мына жақта шақырған кезде show history'ді шақырған кезде біз result'ты оған жібере саламыз. Так, жаңартып көрейік. Қайсыздар көресіздер? Қосылған 12. Мен 20 қосылған 12 тең 35 шықты. Біздің историямыз осы болды. Енді история екенін біз жазып қояқшы, давайте. Бұл дей салайық, себебі өте үлкен болып кетті. History. Жаңартам. Так, 23 қосылған 12 тең 35. Бәрі жақсы. Енді мен жаңартатын болсам, бұл историям кетіп қалады. Менде соңғы история сақталып отыр ғой, қараңыздар. 23 азалтылған 12 тең 11. Енді тағы да бір нәрсе жазайын. 29 там көбейтілген. Так, 23. Соңғы история наяқты тұр, бірақ жаңартқан сайын ол жаңарып кетеді. Бос бәрі жоқ болып кетеді. Неге? Себебі JavaScript өзін бұлай есінде сақтамайды. То есть жаңартасыз, мына JavaScript қайтадан орындалатын болады. Қайтадан бәрі бір өз ретімен орындала бастайды. Сақтау үшін бізде бірнеше орын бар. Local storage деп өзгертейік. Storage жазған кезде кішкене қате кеткен. Бізде local storage бар. Local storage. Session storage деген бар. Және cookie бар. Local storage ол үлкен память. Session storage кішкентайлау одан. Local storage сіз браузеріңізді обновить етсеңіз де тұрады. Браузеріңізді өшіріп қайтадан қоссаңыз да тұрады. Ноутбукты өшіріп қайта қосып бір 10 күннен кейін қарасаңыз да ол local storage'де сақталып тұрады. Оны өшіру үшін әрине аяқта өзінің дистилер бар, аяқта өшіру дегендер бар. Соларды өшіресіз. Session storage деген ол, мысалы аяқта session storage сақтап қойдыңыз бір ақпаратты. Браузерді жаптыңыз, қайтадан қостыңыз, уже жоқ болып кетеді ол. Значит, қысқа тұрады ол. Cookie енді ол да оның уақыты бар тұратын. Өшпейтіндей істеуге де болады cookie'ді, бірақ cookie ол көбінесе жаңағы ақпараттарды сақтайды. Юзердің оның памяті көп емес. Мындай сайттарға кіресіздер ғой, қазір өте көп. Мындай cookie'ді кірісесіз бе деген сияқты болып тұрады төменде. Соларға әрқашан енді өздеріңіз білесіздер, не басасыздар. Бірақ мен әрқашан окей басам, ешқандай қорықпаймын. Или дұрыс сайттарға кірген соң ба. Так, cookie'ға осылай
осындай памяттер бар. Енді біз жаңа да үйреніп жатқандықтан local storage қолданамыз. Local storage мен session storage ешқандай айырмасы жоқ екеуінің жұмыс істеуінде, андай код жазған кезде. Бірақ енді жаңағы айтқан айырмашылықтар бар. Куки кішкене басқаша. Кукиді бүгін тіпті қолданбаймын. Тек local storage'ді жасайтын боламын. Session storage'ге ауыстыра салу өте оңай. Так, енді мен оны қай жерде сақтауым керек? Мен оны историяда сақтаймын, ол мына жерде inner HTML-ды сақтаймын. Яғни мынаны осы историяда сақтауым керек. Сақтау үшін әзірге давайте просто тексеріп көрейік. Local storage'ді тексеріп көрейік. Бізде қараңыздар, element консольді білеміз. Source, network, performance, memory, application. Memory'де болу керек сияқты ғой, негізі мен де сөйтіп ойлайтынмын. Неге memory'ге салмайды? Memory деген не ол деген сияқты. Бірақ бізде session storage, local storage, cookie бәрі осы жерде тұрады. Міне, storage, local storage тұр бірінші, session storage тұр, сосын index.db, WebSQL, олардың бәрі. Бұлардың өз памяттері ғой, басқа памяттері олардың. Мен өткен жоқпын, бірақ основналар осы үшеу. Міне cookies. Cookie менде ештеңе жоқ. Менде local жай ғана index.html ашып тұрмын ғой. Session storage ол да жоқ, local storage ол да жоқ. Бірақ local storage бар екен, қараңыздар, Zemlite, Style, Light дейді. Так, қараңыздар. Мысалы, бір сайтқа кіріп көрейік. Допустим, мына сайт. Inspect. Так, application'ге кірейік. Local storage кірдім. Бір көп нәрселер тұр екен, қараңыздар. Ең біріншісін таңдайық. Мынандай бір ақпараттар тұр. Бізге түсініксіз. Бұл жерде көріңіздер ме, local storage көп нәрсені қараңыздар. Андай немен сақтайды. Кодировкамен сақтапты. Так, жауап тастайық. Session storage көрейік. Бұл жерде де бірдеңелер бар екен. Бірақ ішінде бос екен. Так, cookie'ді қарайық. Cookie'де де бірдеңелер бар. Қараңыздар. Енді cookie'ді көбінесе backend береді. Біз cookie'ға прямой көп сақтамаймыз. Біз session storage'ге, local storage'ге сақтаймыз. Так. Енді ашып қойдым local storage'ді. Тура кірген кезде сайтқа обновить етсем, осы жерге просто local storage'ге, local storage былай жазылады. Set item десеңіздер, бір ақпарат сақтайсыздар. Мысалы, мына жақта екі нәрсе бар. Set item'да екі параметр бар, қараңыздар. Бірінші параметрдің аты, сақтайын деп отқан ақпараттың аты, мысалы, мен name деген сақтайын, name, сосын оған string жіберем. Мен өзім атымды жазып қойым. Сақтадым, мен де жаңартам. Бұл орындалады да, менде міне name, мен көріп тұрсыздар, бірден пайда болды. Local storage, name ауызылтай. Сосын set item бар, одан кейін көрсетуім керек, төменгілердің бәрін қарамай қойыңыздар әлі, олар орындалып жатқан жоқ. Енді көру үшін get item деген бар. Set, get деген тартады. Енді қараңыздар, біз setте екі нәрсе бердік қой, мына жерде бір ғана нәрсе береміз. Себебі ол get, біз name'ді ғана шақырамыз, болды. Енді мына жақта const name деп айнымалыға бере салайын. Console log name'ді шақырам. Name'ді көрсетем, жаңартып көрейік. Қараңыздар, әлі local storage әлі сақталып тұр. Консольді қарайым, ақжолтай шығып тұр. Қараңыздар, енді менен алып тастайын set item'ды, set item уже керек емес маған. Не үшін керек емес? Себебі әлі ол local storage әлі тұр, мен оны өшірген жоқпын. Қараңыздар, name ақжолтай әлі тұр. Обновить ете берем, ол name тұра береді. Мына жерде set item уже жоқ. Set item ең басында болды. Консольда уже ақжолтай бәрі шығып тұр. Application әлі сақтап тұр name'ді. Вот. Local storage деген осы сақтап тұрады. Енді мен оны өшіріп тастауым керек қой. Так, қайтарайық жаңа кодты, оны комментке алайық. Енді local storage, так, remove болу керек. Remove па, delete. Remove item деп жазып көрейікші. Remove item name. Name. Так, жаңартам. Өшіріп тастады. Remove item. Дұрыс. Мен памятім алдамады мен. Так, мынау біздің теория ретінде. Осы жерде осыны бір жерге сақтап қойын. Так, қай жерге сақтап қойым? Оны мен тауыр
не аламын да, ашамын да, осы жерге қойып қоямын. Так, енді мен оны қай жерде сақтаймын? Мен оны show history'дан кейін сақтаймын, show history'дан кейін давайте тағы бір функция ретінде жасайтын боламын. Допустим, save history деп, function save. Кішкене қиындау екен, андай скринкаст жасап атып, түсіндіріп отып, видео түсіру деген. Save history. Так, және оған сақтайтын результат емес, сақтау керек. Save history, допустим, едім. Бұл жерде ақпарат сақтауым керек қой. Ну, так, str дейсің, string сақтаймын ба. И жаңағы local storage set item'ды аламын да. Set item'ды аламын да. Так. Name емес, уже бізде бұл operation. Last operation ғой, ең соңғы operation. Ну, last дей салайықшы, ең соңғы operation. Бұл жерге енді str-ді сақтаймын. str бізде show history'дан кейін шақыру керек, қараңыздар. Save history шақырам. Оған еще string-ді жіберім керек, Мейлі жасаған мына жерде. Так, str болу үшінші. str-ді жіберем, Ал str дегенде ол мынаны айтып отыр мен. Мынаны сақтауым керек, Оны сақтау үшін. Так, значит, мен мынаны алып тастауым керек, пока ол керек емес, қараңыздар. Так. str something және жаңағыны жүре қоямын. str. То есть мен айнымалы жасадым, string жасадым. Одан оны еще inner HTML-ге аны жаққа show history-де көрсеттім, және save history-ді шақырып отырып, осын сақтап қойдым. Енді шынымен тексерейік, істейме екен. Жаңартқан. Пока ештеңе жоқ менде. Давайте 100-ге қосамыз, 200-ді теңді басам, 300 шығады, 100, 200. Және last бізде мынау string сақталып тұр, қараңыздар. 100 қосылған 200 тең 300. Енді жаңартып көрейік. Қараңыздар, жаңартып көрдім, кетіп қалды, бәрі. Неге кетіп қалды? Себебі мен оны тек сақтадым, болды. Мен оны көрсетуім керек қана history-да. Осындай бар екенін көрсетуім керек. Яғни show history-ді мен тағы да бір рет шақыруым керек. Бірақ мен жерде нені көрім керек? Ол жерде, ну, давайте, save history. То есть, обновить еткеннен кейін show history-ді бірден шақыруым керек, Не, обновить еттім. Программа былай келе жатыр, қараңыздар, бит келе жатыр да. Бәрі функция. Олар функциялар бірден шақырып жатыр. Ал мына жерде мен бірден шақыруым керек функцияны. Show history-ді, show history. Show history шақыруым керек, бірақ результат дейді. Результат қандай екен мен жіберім керек деп тұр. Мен оны жібермеймін. Жібермей қойшы, undefined жіберсем. Жаңартам. Undefined. Бәрі undefined шықты. Себебі мен show history оған арналмаған. Мен show history. Так, давайте битик render history деп жасайық, функция жасайық, render history. Басқа бір функция жасауымыз керек. Себебі ол мынау тек бар нәрсені, то есть айнымалылар бар болса, соны ғана көрсетеді. Так, function render history. И бұл жерге уже ештеңе жібермей, мен оны localhost-тан алып көрсетемін. Local storage-ден. Local storage, жаңағы get item біз үйренген. И мен last-ты ғана аламын. Last. Так, қараңыздар, мен мына жақта қос шақшаны қолданып отырмын ғой. Сондықтан қос тырнақшаны қолданып отырмын ғой. Сондықтан мына жерде қос тырнақшаны жазған абзал болады. Local storage get item last-ты шақырам. Ол бізде какой-то string, Значит, const string, ол тең мынау. И мынаны тура көшіре салам. Көрсем да. Сосын болды, жеткілікті осы, Так, мынаған ұқсай ма деп ойладым, мынаған тіпті ұқсамады, сондықтан render history, show history екеуі шатастырды, сондықтан бетек show history, show history, бірақ show history saved history дейік. Saved history. Аны жай show history просто. Жаңартам. Так. Неге шықпады? Application-нан қарайық. Бізде
last undefined болып тұр екен. Иә, біз себебі жаңағы show history'ді бір рет шақырып қойдық та, ол save history'ді шақырып, басқа бізге керек емес нәрсені шақырып қойды. Так, тең 9, 12, минус 3. History'ді сақтадық, last'ты жаңартам. Қанша жаңартсам да менде local storage'де тұрған мына жазуым осы жерде көрсетіліп тұр. 12 минус 3 тең 9 деген ең соңғы операциям. History деген онша келмейді, соңғы операция ол. Сондықтан бұл жерде last operation деп жазып қойдық. Operation. Міне осындай кішігірім біздің функционалымыз дайын, кішкентай калькулятор. Енді қараңыздар, ең соңғы 4-ке келдік. Давайте оны бастамай тұрып, тағы бір тексеріп алайық. Вроде бізде барлығы дұрыс, ешқандай қайталамадық. Delete'ке көшейік. Енді delete бізде, яғни last operation қасында бір delete деген бір кнопка тұру керек. Қараңыздар, бізде уже кнопка екеу болып кетті. Қараңыздар, type submit и nothing. И вообще, қараңыздар, форм кішкене дұрыс емес жасап отырмыз. Форм бізде мына баттың аяқталып қалу керек, себебі мынаның бәрі форма, мынаның бәрі результатты көрсету просто. Сондықтан мына теңнен кейін жазылғандардың бәрін алып, мына формадан кейін жазамыз. Мына формаға дым қатысы жоқ қой олардың. Ол просто мыналар бізге көрсетіп тұр. Так, осылай логически тұрғыда біз бөліп тастауымыз керек. Жаңартам бізде HTML delete бар, бірақ әлі ештеңе істемейді. Енді бүйтейік. Оған енді біз кнопкаға оны клик жасап көрдік. Оны білеміз. Давайте енді кнопкаға event listener қойып көрейік. Listener қоям, submit емес, әрине клик қоям енді. Клик жасаған кезде қандай функцияны шақыру керек? Delete history. Delete history сақшы. History. Так, әзірге функцияны тексеремін. Del деймін да. Так, жаңартам, менде history бар. Delete басам. Консольда del шығады. Қанша рет басам, сонша шығады. Бәрі жақсы жұмыс істеп тұр. Енді delete деген не істейді ол? Бізде local storage'дегі айтымды remove жасап істейді. Remove айтым. Delete бастым, бірақ мына жерде ештеңе өзгерген жоқ. Application не отыр екен? Бұл жерде уже жоқ. Қараңыздар, мен жаңартам қазір, уже жоқ болып кетеді. Бірақ басқан кезде уже жоқ болу керек еді. Қараңыздар, мен жаңартам, менде ештеңе жоқ. Бірақ 12 плюс, допустим, так, 3-те тең 15. Delete басам, мына жақтан өшіп кетті, қараңыздар. Бірақ мына жақта әлі сақталып тұр. Мына жақтан өшу керек. Оны өшіру үшін, мына жерден жазу үшін, значит, мен delete history'ді тағы бір рет шақыруым керек мына нені. Show result, show saved result ба? Осыны қайтадан шақыруым керек. Немесе мына inner HTML-ді пустой қыла салуым керек. Екі түрлі нәрсе бар. Солай істесем болады. Қатты ешқандай айырмашылық жоқ. Так, қайтадан бірдеңе жазайын. Так, қостық, delete басам, өшті. Все, менде бәрі дайын. Delete жасадым. Save localhost, бәрін жасадым. Вроде болды. Егер бір нәрсені түсінбей қалсаңыздар, комментарийға жазыңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Так, және скринкаст егер осындай формат ұнап жатса, лайк басыңыздар. Енді келесі скринкаст қандай болу керек, оны да комментарийға жазып кетіңіздер. Құрметті көрермендер, тағы бір айтатын нәрсе, сіздердің қолдауларыңыз, лайктарыңыз, каналға жазылуларыңыз бәрі маған мотивация береді. Мен көбірек видео шығаруға тырысам осы арқылы. Әзірге мен тек сабақтарды жасап жүрмін, бірақ өзімнің ойымда басқа да IT-ге қатысты андай танымдық бағдарламалар жасауға сондай өзім ойымда бар. Сондықтан сіздердің лайктарыңыз, комменттеріңіз, қолдауларыңыз ауадай қажет маған. Сол арқылы мен ары қарай дами беремін. Сіздерге сапалы контент, сапалы дүние жасауға тырысамын.